Ал енді біз CDL-ға қол жеткіздік, Қайсар? CDL-ді алдық. Одан кейінгі қадам компания, сенімді компания табу. Қалай іздейміз компанияны, қалай сенімді компанияға жолығамыз? Түзу жолдарды, асулар мен жондарды, суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Алыс түзу жолдармен Ең бастысы тракта жақсы компания тауып, кейбір компаниялар алдайтын болып шығады. Сол үшін негізінде көбінесе тракқа келген адамдардың бір таныстары болады. Мысалы, біреу арқылы біліп келеді ғой, солар арқылы орналасады. Көбінде сондай. Бірақ та хабарландыру арқылы да тапса болады, жаңағы телеграмда группалар бар. Олар әрқашанда сол объявление жазып отады, осындай алып жатыр, осындай төлейміз деп ше. Фейсбукта бар, әрқай жерде бар, жаңағы трактардың үстіне жазылып тұрады. Ол жұмыс жағынан табу вообще проблема емес ешқандай. CDL-ді алып алғаннан кейін бірден жұмысқа кірісіп кетесің бе, әлде бір стажировка сияқты бірдеңелер бар шығар, өтеді? Стажировка обязательно керек, өйткені школда деген тек қана артпен жүруді ғана үйретеді көбінесе. Қалаға шығып жүруді үйретпейді олар деген. Трассада қалай жүру керек, одан кейін қай жолмен жүрген тиімді деген сияқты. Америкада кейбір жолмен трактор жүре алмайды ғой. Сол үшін бір опыты бар адам жанына 2 аптадан 1 айға дейін шыққан дұрыс. Шығып, опыт алып, үйреніп. Ол әдетте компаниялар сондай мүмкіндік бере ма? Иә, компанияларға, көп компанияларда олар алдын ала келіседі. Егер опыт болмаса, олар жаңағы тәжірибесі бар адам жанына отырғызып, 2 апта, 1 ай не болмаса, жаңағы тим деген бар, 2 адамға дейді. Ол деген тоқтамай айдай береді. Соған отырғызып қою мүмкін 2-3 айға ше. Одан кейін барып, өзі бөлек шығарса болады. Стажировка не ол ақылы ма, қалай болады негізі, қалай іске асады? Жаңағы тим дегеннің жолы қалай, сосын біреуге компанияда стажировка өтетін болсаң, ақша төлей ма жалпы? Ол компанияға байланысты тағы да. Оны алдын ала келісу керек. Ол компанияға байланысты. Кейбір компаниялар $500 төлейді, кейбір компаниялар $1000 төлейді аптасына. Тим деген ол кәдімгі екінші адам ғой, кәдімгі уже водитель. Жаңағы полноценный екінші жүргізуші ғой. Стажер деген ол көп уақыт айдамайды. Олар деген екеуі бірге жүріп отырады, тек қана көрсетіп отырады, қалай жүретінін, соның бәрін айтып отырады алдын ала. Ол деген бір 2 аптадан 1 айға дейін болады. Соның жаңағы тәжірибесі бар адам оған қарап, жаңағы компанияға айта алады. Мына бала айдай алады, мына кісі айдай алады, мына кісі айдай алмайды, бұған әлі де үйрену керек деген сияқты. Егер де бәрі дұрыс, бәрін үйреніп, жақсы айдап жатса, ондай болса, оны не болмаса тимға отырғызады, жаңағы екінші водитель қылдырып. Не болмаса, оны өзіне бөлек фура беріп, өзін жолға шығарып жүреді. Сенің жолыңда қалай таптың компанияны? Тракқа келер алдында біз Жанбек Әлімханұлы деген бала, боксер бар ғой. Соның бойына барған кезде Азамат деген жігітпен танысқанбыз. Барлық балалар, жаңағы үйдегі жүрген балалардың бәрі ең басында таксида жүрдік та. Сол жаққа бойға бардық, сол жерде бір Азамат деген жігітпен таныстық. Сол бала айтты, осылай фурада жұмыс істеймін деп бәрін түсіндіріп берді бізге. Одан кейін біз айттық, хорошо деп барып тапсырдық. Неге? CDL-ға тапсырып, CDL-ді алып алған соң, сол балаға звондап едім. Ол бала мені группаға қосты. Сол группаға жаздым, осылай мен енді ғана бастап едім, жұмысқа алатындарым бар ма деп. Сол кезде жаңағы бір қазақ жігіт жазды, өзім кішігірім компаниям бар, сол жаққа келсем болады деп. Сол жерде мені өзі үйретті, жаңағы Қуаныш деген бала мені үйретті, сол жерде тракта 2 апта $500 төлеп. Солай келдім тракқа. Енді қазір біршама 2 жылдай тәжірибең бар ғой. Алғашқы CDL тапсырып компания іздеп жатқан жігіттерге қандай да бір кеңесің бар ма? Не нәрсеге мән беру керек? Қаншалықты ол компанияға сенуге болады? Қаншалықты ол компания сені алдап кетпейді деген сияқты ғой? Өзің айтып отырсың, алдап кетуі мүмкін деген сияқты. Таныстар арқылы орналасқан дұрыс қой компанияға ше. Мысалы, өзіңнің бір танысың, не болмаса өзіңнің бір дос балаңның, енді Америкада тракта жұмыс істейтін балалар көп қой. Солар арқылы, біреу арқылы жаңағы жайдан жай жаңағы хабарландыруға сене салып шығып кеткен ол да болмайды, өйткені көп жаңағы айтып отырмын ғой.
алдайды, енді жаңадан шыққан соң білмеген соң оларды алдап кету жеңіл болады ғой. Төлемей қояды кейбір компаниялар. Көбіне қалай алдайды алдағанда? Көбінесе жаңадан шыққан водительдер олар келіседі ғой, мысалы. Жаңадан шыққан тәжірибесі жоқ водительдер олар 50 цент алады, мысалы, 1 миль жүргенде. Не болмаса, оларды 25% жаңағы общий гросс бар ғой, жаңағы қанша ақша жасайсың, содан 25% береді ғой. Сол жерде, мысалы, оларға мысалы $5000 общий ақша жасаса, соны азырақ жасадым деп айта салуы мүмкін да олар ше. Сол жағынан алдап қою мүмкін. Не болмаса жаңағы мильдарын дұрыс санамай қалуы мүмкін деген сияқты. Не болмаса басында өте төмен жаңағы не беру мүмкін, ставкалар ше, жаңағы центтермен айтқан. Ол деген неге байланысты ғой, қандай трейлер тасисың, соған да байланысты ғой. Мысалы, риферлар 55-тен басталады. Рифер деген холодильник, азық-түлік тасимыз, жем-шидек. Біз қазір айдап келе жатқан нәрсе сол холодильник. Олар 55-тен басталады егер тәжірибесі жоқ болса ше. Ал кейбіреулер одан төмен береді деген сияқты ше. Бірақ енді әрине оның бәрі келіскенге байланысты. Былайша айтқанда енді сөздің түйіні компания іздегенде тек қана отзывпен дейді ғой, таныс тамырлар арқылы білетін сенімді компанияны. Ең сенімдісі сол болады. Ең жаңағы жақсырағы сол болады. Қайда келдік, Қайсар? Бұл деген жолдың бойындағы тракерларға демалуға арналған орын. Бұл жерде заправка жасауға болады, ішіне кіріп тамақ алуға болады. Егер шаршап тұрсаң, душтары бар, киім жуатын жерлері бар, кино қарайтын жерлері бар. Әрбір жолда 100 шақырымдай, 70-80 шақырым аралығында сондай жерлер болып тұрады. Қазір ішіне кірейік, ішін көрсеңіз. Тап-таза дейсің ғой? Бұл жақта бәрі. Мына жақта ойнайтындар болса, кино ойнайтындар болса, кино қарайтындар болса қарап. Бұл жерде душқа түссе болады, бұлардың өздерінің душтары болады осы жерде. Бұл тегін. Тегін ба? Тегін. Мына осындай трак-стоп қалай болады? Мына жерде сервис плаза. Сервис плазалардың барлығы тегін ба сонда? Иә, бәрі тегін. Душтары бар. Тазалықты кәдімгі сақтайды дейсің ғой. Мен бұларды ақылы деп ойлап жүрмін ғой. Жоқ, бұлар тегін. Сервис плазаларда тегін. Басқа үлкен нелер бар, трак-стоптар бар. Оған бүгін кешке дағы жетеміз. Ол жерлерде ақылы болады. Бірақ ол жерде заправка жасаған сайын 50 галлон құйсаң, шауыр тегін болады. Үш тегін. 50 галлоннан көп құйсаң. Мына жерде киім жууға болады. Лаундри. Киім жуып, киім киіп. Койынмен төлейсің ғой, тиын салып. Мына жерде сабындары, кір сабын бәрін автоматтан сатып аласың. Карточкаңды саласың да сатып ала бересің. Барлық жағдайлар жасалған. Мына жақта тағы бір душ, туалетмен. Туалет. Бұл жақтар фудкорт болады. Бургер Кинг. Мына жерде Хардис деген бар. Тамақ жеуге болады. Хардис тағы да басқа бір фастфуд алып тамақ жеп. Бірақ Чикагодан біз сияқты мант алып кеткен дұрыс. Негізі тамақты сол шығарып. Негізі тамақты жолдан шығар кезде алып аламыз. Ішінде холодильник бәрі бар. Бірақ та жолдан бургер жегенше лучше сол жерден там. Үйдің тамағына жетпей тұрса, самса алып. Енді отбасылы адамдар үйінен тамақ алып шығады ғой, көбіне сендер сияқты бойдақтар арнайы тапсырыс беріп немесе жаңағындай кафелерден алып келесіңдер. Жолда көбінесе тек қана осындай тамақтар, бургерлар, ресторандарда бар әрине тамақтар, бірақ ресторандарға кіру уақыт ұзақ кетеді. Оларға жағдай жасалған ба, тракпен тоқтауға мүмкіндіктері бола ма? Иә, болады. Негізі Американың осындай саяхатқа шыққанда да өте ыңғайлы. Иә. Бұл жек қана тракистерға емес, жаңағы жай жүріп келе жатқан машинеге, жеңіл машинеге арналған. Егер шаршайтын болса демалуға болады, ары қарай кете береді. Бізде де Қазақстанда осылай жасалса дейсің ғой? Таза. Керек нәрсем бәрі бар. Қазір не істейміз, Қайсар? Қазір қайдамыз өзі? Қай жерде тоқтап тұрмыз? Қазір Огайо деген, Огайо штатындамыз біз. Огайо штатында бізге жүретін қанша уақыт қалды? Қанша жол қалды? Бүгінге бір 2 сағат қалды, ертеңге бір 6-7 сағаттай уақыт қалды. Ертең кешке бұйыртса жетеміз. Бүгін түнде бұйырса қай жерге барамыз? Қай жерге барып тоқтаймыз? Бүгін Янгстаун, Огайо мен Пенсильванияның қиылысатын жерінде. Огайо біткен кезде және де Пенсильвания келе штат басталатын алдында тоқтаймыз. Петро деген осы East Coast'тағы ең үлкен бір трак-стоптардың бірі. Ол жерде міндетті түрде көрсетеміз. Сол жерде көрсетуге болады.
кейбіреулер циклон ұстап аласың. Бірге барасың. Бірге барасың. Жетем дегенше жаңбыр жауып барады. Қар, жаңбырмен бірге барасың. Нью-Джерсиге дейін барып жүрмесе болды әйтеуір. Қазір қарап көрейік. Жоқ, көп емес, қазір өтіп кетеміз жаңбырда. Толедо деген жаққа барғанда шығып кетеміз. Циклонда. Аха. Төменге қарай кетіп Біздің отыр. бағыт бойынша емес, басқа жаққа кетіп барады. Төменге қарай кетіп отыр. Біз былай кетеміз, сол төмен қарай кетіп отыр. Енді дәл алғашқы рейсің есіңде ма жоқ па білмеймін, бірақ алғашқы сезімдер, қандай қиындықтарға тап болдың, қандай экспириенс қалай болды жалпы? Қобалжисың, қатты қобалжисың басында енді. Бұндай үлкен фураны айдап көрмеген соң ең басында ең алғашқы емес қой деймін, ең алғашқылардың бірі енді ол деген бір груз беріп, адресін дұрыс бермеген ғой маған диспетчер дегенше. Соған мен ол жаққа түнгі сағат 1-де ма 2-де ма жеттім әйтеуір. Енді жаңағы қараймын, ондай мен бара жатқан жаңағы бір завод қой, груз алып бара жатқан. Ол завод жоқ, жаңағы жерге барған жерімде ше келіп тұрмын жаңағы немен трак GPS-пен бәрімен түнгі 1-де ма 2-де ма келіп тұрмын. Бірақ ештеңе жоқ, ана жақ деген жай бір кішкентай ауылдың арасына кіріп кеткен ғой. Сонымен түнгі сағат 2-де ма 3-де ма сояқта тоқтап енді таңертең не болса да диспетчерге звондайын деп. Сонымен ана жақта енді бәрі арасында деген неше түрлі адамдар жүр. Қорқынышты екен негізі айдалада жүрген соң ше. Сол енді басында қобалжу өте көп. Жаңағы бұл жақта енді не ғой? Жауапкершілікті өзің мойнына аласың. Жаңағы грузға, техникаға, барлығына өзің жауапкершілік өте көп болған соң қобалжисың. Қалай жетем екен деп алаңдайсың көбінесе. Жол болған соң енді Американ бәрін білмеген соң енді кейбір жолдармен жүрген кезде шатасып, менікі бір Бруклинда бір кішкентай бір қалаға кіріп кеткен бар, е-мая. Нью-Йоркқа ең бірінші грузым болған Нью-Йоркқа апарған. Сол кезде бір GPS алып шыққам жолға. Ең қымбат GPS-тардың бірін сатып алғам ғой. Нью-Йоркқа енді қызық қой, не болса да қиын болса да қызық болып тұр ғой енді. Кіру деген. Планшет, сол планшетте болады. Қазір жоқ, ол алып тастағам. Сол планшетте болады, енді үлкен. Олар арнайы сол трактарға арналған ғой. Сонымен соны алып, ең қымбаты осы енді адастырмайды ғой деп. Соған сеніп барсам, мәні деген бір кішкентай бір көшеге тығып жүрді. Е-май, ал енді қалай шығам ана жақтан деп. Артқа берейін десем, артта орын жоқ. Енді екі жақта нелерді машинелерді қойып тастағанша жан-жағына. Кішкентай ғана көше. Ана жақта деген yellow каптар шығып алған, маған қаяққа баратсың деп. Таксистер ма? Иә, ол жақта жүруге болмайды екен енді. Сонымен деген ана жерден шыны керек, трак тастап кетіп қалған келеді уже. Енді амал жоқ шын, не істерімді білмейсің. Қазір енді қызық болып күліп жатырмын, ол кезде енді бір стресс сияқты болған маған ше. Не үшін келдім, не үшін алдым мына грузды деп өз-өзімізді жеп. Содан әйтеуір бірдеңе қылып шықтым енді, ана жақтан деген. Содан кейін енді негізінде Нью-Йоркқа барған кезде қорқыныш қой көбінесе. Ол жақта да жүруге болады, ол жақта да фуралар жүреді. Ең бастысы жаңа жолға қарап, жолдың ережелеріне қарап жазылып тұрады. Ол жерде бәрі жерде no tracks деген сайындарға кірмеу керек. Сол қарап жүрсен, одан кейін де бірнеше рет кірдік. Одан кейін жақсы болып қалды. Сол енді ең бірінші кірген әлі есімде, осы күнге дейін столбтарды соғып кете жаздағаным, мәшілерді соғып кете жаздап әйтеуір. Аман-есен өтіп қой шүкір. Мынау қайда келдік қазір, қайсыр? Қазір Огайо штатына кіріп бара жатырмыз. Мынау не бізде қазір? Өтіп бара жатқанымыз ба? Иә. Бұл төленетін жолдар ғой, ақылы жолдар. 80-ші трассада осы Индиана мен Огайо деген штаттарын ақша төлеп өту керек. Сол платные дороги. Қанша шешіп алады сендер мына жерде қазір? Индианадан өту үшін $50, Огайодан өту үшін $40, $100 шамасында бар. Екі штатты өту үшін. Бұларда негізі айналма жолдар бар ма? Қаншалықты тиімді бұның саған? Айналма жол бар, ол где-то 1,5 сағатқа артығырақ болады. 1,5 сағаттай артық болады. Ол жермен ауыр грузбен өтетін болсан, ол тиімсіз өйткені. Ол деген қалалардың арасында өтесің ғой. Немен жаңағы светофорда тоқтайсың, қайттан жүресің, сол үшін кішкене ыңғайсыз болады. Қайта тоқтайсың, тормозға да кішкене көбірек қиындықтар түсе бастайды. Сол үшін ауыр болған кезде осымен өте салам, асығып тұрған кезде осымен өте салам. Егер асықпайтын кезде, груз жеңіл болған кезде 30-бе айналып өтем ғой. 30-ші деген трасса бар, қалалардың арасында өтеді. Түзі көшені жүріп өткен кешегі. Ал құрметті достар, бүгінге осы видеомызды тамамдаймыз. Бүгінге біз CDL-ді алып жұмысқа кірісу барысын білдік десек, енді келесі шығарылымдарда
жалпы жұмыс барысын түсіндіріп айтатын боламыз сіздерге. Одан бөлек өзге де тақырыптарды қозғаймыз. Міндетті түрде жаңағы ақшаға қатысты, айлыққа қатысты, тағы да басқа қандай нәрселерді ескере жүру керек, кеңестермен бөлісетін боламыз. Сондықтан да барынша қолдау білдіріп, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды аямай басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпағайсыздар. Көп рахмет, сау болыңыздар. бәрі алда, ұлы дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолда, әлі талай аттанамыз ұзақ жолға.